Шәкәрім айтады ғой, білмегенін үйреніп, білгенін қылса есі сол, білмегенін білмеген, білгенін қылмау сол жаман дейді. Менікі сол осы елдің ішіндегі езуді екі жаққа тартатын адамдардың арасында, адамдардың кеселінен ағайынның арасы бұзылып кетпесін деймін. Болды, менің жүрген үлкен мақсатым сол. Өзімнің ойымды сұрады, сен атом электр станциясына қалай қарайсың деді. Мен айттым, Құдай, ондай жақсылық болса қайда бізге деп. Бізге бұның не қажеті бар десек, қижағып отыра беретін едік қой әлі күнге. Енді атом электр станциясы қарапайым тілмен айтқанда, біз айтамыз ғой, ойбай, свет қымбат, анау қымбат, мынау қымбат. Тәуелді болып отырған уақытта солай болады, бола береді. Менің жүгіріп жүрген мақсатым, ертең менің ұрпағымның мойнында қамыт болмаса екен, жолында жарық болса екен деп жүгіріп жүрмін. Қарыз болмаса екен, осылай жалтақтамаса екен ешкімге деп. Жаңа міне мамандар отыр, бір емес, екі, мен көрдім, бір 10 шақты осы реактордың қасында істеген адамдарды көрдім. Бәрінің шашы да бүтін, тісі де бүтін, ауруы емес, бізден сау осылардың бәрі. Америкада бар, Францияда бар, Жапонияда бар атом электр станциясы. Бар мемлекеттерде айт. Жоғын айтайықшы енді. Ауғанстанда жоқ, Тәжікстанда жоқ, Буркина Фасода жоқ, Эритреяда жоқ, Суданда жоқ. Мемлекеттердің атында дұрыс білмейміз ғой, біз өзі маңайымыздағыларды білеміз. Барсаң, халқының бәрі тоз-тоз болған. Ал қазір соның қатарына Қазақстанды қолымызбен тығып қойып қарап отыру, ол міне ұрпақтың алдында қылмыс осы болады. Біз қазір аман есен, не ғұрлым өзіміздің ұрпағымызға жеңіл заман тудырып кетсек, кеше біз мақтанамыз ғой, ата-бабамыз ақ найзаның ұшымен, ақ білектің күшімен қорғады осы жерді деп. Олар да қорғайын деп қорғаған жоқ қой, енді былайша айтсаң, жау шапқаннан қорғады да, өздігінен барып ешкімге тиіскен жоқ. Ертең ұрпағым өмір сүретін жер қалсын деді. Енді біз де қазір сол осындай аумалы заман ауысып, энергияның заманы туындап жатқанда, қазір телефонсыз адам қозғалмайды, енді машинең электроника болатын болса, болдың, сонымен тындың. Свет жоқ деп отырамыз. Ал атом электростанциясының салынуы роддомда бір келіншек босанып жатқанда свет өшіп қалып, Құдай бетін ары қылсын. Сол босана алмай қалса, сол бала іште шетінеп кетсе, ана атом электростанциясының айналасындағы даудың бәрі 5 тиын болады. Осы бір баланың өмірі ішінде бізге әрекет етуге болады деп ойлаймын. Ал әңгіме, алып қашпа әңгіме, басқасы көздеріңізбен көргенде, құлақтарыңызбен естігенде сіздерді айта жүріңіздер. Бұл сіздердің мемлекетке қосқан үлестеріңіз. Қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс, өздеріңіз алты сүгін таңдап аласыздар. Бірақ әр нәрсенің түбінде бір нәтиже болу керек.